Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осы шапканы тоқитын боламыз. Міне достар, осы шапканы тоқимыз. Шапка өте қарапайым тоқылған узоры. Іші, сырты бірдей узорлары. Ішін кисеңіздер, сыртын кисеңіздер де болады. Міне шапканы тоқылу жолын көрсетем. Бірінші қатар 3 оң, 1 теріс тоқисыздар. Басынан соңына дейін осылай тоқып шығасыздар, 3 оң, 1 теріс.
Mына екінші тоқу қатары. Бір теріс, бір оң, екі теріс. Мына оң қайтадан. Екі теріс аяқтадым. Енді бір теріс, бір оң, екі теріс. Мен шапканың бірнеше қатарын тоқып шықтым. Узоры анық көрініп жатыр. Тоқисыздар. Үш оң, бірінші қатары тоқылып жатыр. Осы екі қатарды алмастырып тоқи бересіздер.
Шапка тоқылып болды. Енді шапканы қысқартамыз. Узор бойынша тоқимыз. Бірінші теріс тоқимыз. Оңды тоқимыз. Енді міне екі теріс қатарынан тұр, екеуін бірге теріс қылып қысқартамыз. Қысқарттық. Енді оңды тоқимыз. Үш теріс бірге, үш терісті қысқартамыз. Осылай айналдырып, барлық терісті қысқартып шығамыз. Міне қысқартылып болды. Енді екінші қатарын қысқартамыз. Екінші қатын тоқып шығамыз. Міне теріс. Бір теріс, бір оң қылып айналдырып тоқып шығамыз бір қатарда. Екінші қатар бұны қысқартпаймыз. Бір теріс, бір оң, бір теріс, бір оң. Толықтай шапканы айналдырып тоқып шығамыз. Міне тоқып болды. Енді тағы да қысқартамыз. Міне бір теріс, бір оң тұр. Екеуін бірге алып, оң қылып тоқимыз. Қысқартамыз. Міне. Біреу, міне. Біріншісі теріс, екіншісі оң. Екеуін бірге оң қылып қысқартамыз.
бір теріс, бір оң. Тағы да оң қылып қысқартамыз. Осылай осы қатарды қысқартып шығамыз. Қысқартылып болды. Енді қалған петляларды иненің көмегімен қысқартамыз. Спицадан аламыз инеге. Инемізге жіпті өткізіп аламыз. Қалған жіпті жартысын қырқып, керекті жібімізді инеге өткізіп, барлық петляларды іліп аламыз. Бір спицадан алдық. Енді екінші спицадан аламыз. Екі жанында бірге бір спица ілмекке іліп аламыз. Бәрін толықтай іліп алдық. Енді спицамызды шығарып аламыз. Енді мына жіпті тартып қысамыз. Барынша тартамыз. Тартамыз. Шапкамыз осымен аяқталды. Қысып, жіпті ішіне қарай өткіземіз де, астынан түйіндеп қоямыз. Осы жерде тесіктен ішіне қарай өткіземіз. Осындай керемет шапка шықты.